Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2018 жылғы 5 қазандағы жолдауын жүзеге асыру аясында еліміздің барлық өңірінде Сарыарқа адалдық алаңы жобасы жүзеге асырыла бастады. Бірнеше шараны біріктірген сол жобаның бір бағыты әкімдіктерде ашық типтегі кеңселер ашу. Яғни ендігі жерде мемлекеттік қызметкерлер әр қабатта жабық бөлмелерде отырмайды. Әкімдіктің қарапайым жиһаз қойылған бірінші қабатында отырады. Мұндай фронт офистарды ашу ең біріншіден мемлекеттік орган қызметін оңтайландыруға мүмкіндік береді. Ашық типтегі кеңселер мәселесін айтып келген кез келген тұрғынның кедергісіз кеңес алуына жағдай жасайды. Мемлекеттік органдардың ашықтығын айқындап, әкімшілік кедергілерді азайтады. Мұндай жаңа форматтағы бастама азаматтардың мемлекеттік билікке деген сенім арттырып, қоғам мен билік арасының жақындауына ықпал етеді. Сондықтан да бүгінгі таңда Жезқазған қаласы әкімдігінің қолдауымен әкім аппаратының бірқатар органдары Open Space ашық форматына көшуде. Яғни мемлекеттік қызмет көрсету кезінде азаматтар едәуір жақын әрі қолжетімді болады. Және ең бастысы қала әкімі төменгі қабатқа түсіп, қала тұрғындарымен тікелей кездеседі, халқына жақындай түседі. Ашық типтегі кеңсе жұмысы таңғы 9-дан кешкі 6:30-ға дейін. Әзірге бұл жерде білім, жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, автокөлік жолдары мен жолаушылар көлігі секілді 4 бөлімнің мамандары қабылдау жүргізуде. Алдағы уақытта олардың қатары тағы бірнеше бөліммен толығатын болады. Елдос Кәкенов, Таң Атысқақ, Дидар телеарнасы.